Мен үшін бір өте қиын сұрақ келген екен, бір оқырманнан мынау кітабым бар ма қазақша. Жоқ, бұл кітап өкінішке қарай қазақша жоқ. Өйткені мен орысша жазамын, жасыратыным жоқ, орысша жазамын, өмір бойы орысша оқыдым, кітаптарда да көбінесе орысша оқыдым. Соның үшін қазақша жазу мен үшін қиын да, кезінде мен орысша жаздым бұны. Және бұл 700 беттік кітап. Бұны енді қазақшаға аударайын десем, ол кемінде $10,000. 2 жылдай мықты аудармашы, анау аудармашы емес, мен аудармашыларды өзім түзетіп отырамын, қазақша жазбасам да түзетуге дайынмын. Сол 1-2 ғана аудармашы елімізде бар, оны аудара алатын. Соның үшін әлі шықпады қазақша. Менде ондай ақша да жоқ аударатын. Қазақша мен қазір ұсынатын кітаптарым сол осы, шығарып жүрмін. Марқұм болған жарымның кітаптарын шығарып жүрмін. Таласбек Әсемқұлов, Тал түс, Тәтімбет сері, сосын оның 8 томын шығардым, бірақ ол қазір бітті деуге болады. Сосын мынау балаларға арналған кітаптарымыз бар. Бұл жерде де мифология бар, қазақ әдет ғұрыптар түсіндіреміз, этномәдени ұғымдарды түсіндіреміз. Осындай кітаптарымыз бар. Сол, рахмет. Демеуші болып жатса, қуана қабылдаймын.